Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге модальді етістіктерді түсіндіріп бермекшімін. Модальді етістіктер сөйлемнің мағынасын толықтыру мақсатында қолданылады. Мысалыға, must, should, need деген модальді етістіктер амалдың жоқтығынан жасауға тура келетін іс-әрекетті айту үшін пайдаланылады. Мысалыға, must деген сөзіміз қазақша міндеттімін деп түсіндірсек болады. Мысалы, оқушы айтады, I must go to school. Мен мектепке баруға міндеттімін. Оқушы болғандықтан ол мектепке баруға міндетті. Ал сабағына бара алмай қалды, бірақ баруым керек еді деген, барғаным дұрыс болар еді деген мақсатта айтқысы келсе, I should go to school деп айтады. Ол кезде мына should деген сөзді пайдалану керек. Бұл жағдайда мен мектепке барғаным дұрыс болар еді, бірақ мен бармай қалдым деген мағынада айтылады. Ал егер мектепке баруы керек, бірақ үлгермей жатыр, уақыты болмай жатыр, немесе асығып бармақшы, сондай жағдай I need to go to school. Мен мектепке баруым керек, I need деген сөзді пайдаланып айтады. Бұл сөздер амал жоқ кезде қолданылады. Ал мына жасыл түспен жазғандарым, ол менің қолымнан келеді, жасай аламын деген мақсаттарда қолданылатын модальді етістіктер. Мысалыға, can, I can do it. Мынаны мен жасай аламын, менің қолымнан келеді. I can read the book. Мен кітапты оқи аламын. I can swim. Мен жүзе аламын. Тағы сондай сияқты. Менің қолымнан келеді деген мақсатта айту керек болса, can етістігін, модальді етістігін пайдаланамыз. Ал could бұл өткен шақта пайдалануға жақсы, can сөзінің өткен шақтағы ретінде пайдалануға болады. Бұның мағынасы жасасам болар еді, істей алатын едім, бірақ істеген жоқпын. Мысалы, I could do it easily. Мен бұны оңай жасай алатын едім. Оңайрақ жасасам болар еді деген мақсаттарды айтуға болады. Тағы қандай мысал келтірсем екен? I could swim yesterday. Мен кеше жүзсем болар еді. Немесе I could go to the theater yesterday. Мен кеше театрға барсам болатын еді. Болар еді деген мақсатта. Ал мінекей мына to be able to. To be'дің орнына am, are, is деген өзгерген түрлерін пайдаланамыз. I am деп, мысалы you are деп, I am able to. Менің осындай нәрсені жасауға мүмкіндігім бар. Мысалыға, мысал не айтсам болады? Мен көлік айдауға мүмкіндігім бар десек. I am able to drive a car. I am able to drive a car. Менің көлікті жүргізуге мүмкіндігім бар. Яғни менің қолымнан келеді. Егер I can drive a car дейтін болсақ, мен нақты сенімдімін, мен
көлікті жүргізе алатындығыма. Ал I am able to drive a car. Менің мүмкіндігім бар, бірақ мен жүргізбеймін деген мақсатта айтылады. Ал may, мынау фиолетовый түспен, күлгін түспен жазғандарым, may ол көбіне рұқсат сұраған жағдайда қолданылады. Мысалыға, may I take this? Мен мынаны алсам болады ма? May бұндай жағдайда рұқсат сұрау мағынасында пайдаланылады. Бірақ may'дің мүмкін деген мағынасы да бар. Мысалыға, he may know your address. Ол қыздың адресін білуі мүмкін. Яғни, айтарлық 80-90% ол жігіттің қыздың адресін білетіндігіне сенімділік артылып тұр. Мүмкін. Ал might ол да мүмкін деген мағынаны білдіреді. Бірақ айырмашылығы бұда күмән көбірек болады. He might know her address деген жағдайда ол жігіт қыздың адресін білуі мүмкін. 20-30% сенімдімін. Бірақ қайдан білмей қалуы да мүмкін деген кішкене болсын бір күмәнмен айтылатын жағдайда might'ты пайдаланамыз. Ал күмән жоқ, толық сенімді болып айтқан кезде білуі мүмкін, ол жақсы араласатын адам деген сияқты мағынада айтса, may'ді пайдаланамыз. Бұл модальді етістіктердің болымсыз түрі барлығының артына not қойылып айтылады. Not. Мысалыға, I must, есім қисық болды ғой, дұрыстап жазайын. Must not, may not, I cannot. Болымсыз түрлері болсалай жасалады. Ал сұраулы сөйлемде пайдалану үшін бұл модальді етістіктердің барлығын сөйлемнің алды жағына өткіземіз. Мысалыға, may I take it? I may take. May I take. Көрдіңіздер ме? Now may сөйлемнің алдына шығып кетеді. Және ең сонда сұраулы сұрақ белгісі. Түсіндіңіздер ғой, мінекей. Can I do this? Can I do this? Мен бұны жасай аламын ба? I can do this. I cannot do this. Жоқ, мен бұны істей алмаймын. Яғни қолымнан келмейді, мүмкіндігім жоқ вообще. Мен жасай алмаймын. Түсіндіңіздер ғой? Мен жасай аламын, қолымнан келеді. Мен жасай алмаймын, қолымнан келмейді. Егер осы жерде I must дегенді пайдаланатын болсаңыздар, must not. Ол жасай алады, бірақ жасамау керек. Рұқсат жоқ, мүмкіндік жоқ, вообще жасамау керек. Тыйым салынған деген мағынада айтса болады. Ал I may not, ол тек қана рұқсат жоқ.
Түсіндіңіздер ғой, мына жерде оның физически мүмкіндігі жоқ. Мына must not'та оған тыйым салынған, дәл осы затты жасауға тыйым салынған деген мағына береді. Ал may not жай ғана рұқсат жоқ. Ал егер I am not able to do this болса, I'm not able to do this. Ол жай ғана жасай алмайды. Тек қана жасай алмайды. Оған рұқсат бар, оған тыйым салынбаған. Жай ғана жасай алмайды. Осы мағынаны береді. Сау болыңыздар, лайк басып, өздеріңізге сақтап қойыңыздар.